Кешкі Алматының самал желі көп қабатты үйлердің арасымен жылжып, жаңбыр иісі мен күзгі жапырақтың сарғыш бояуын алып келді. Жанар мен Ерлан 40 жастан асқан, 15 жылдан аса некеде бірге өмір сүріп келе жатқан жұп. Олар сырт көзге бәрі бар, өмірі үйлескен жұптай көрінетін. Бірақ ішкі жан дүниелерінде толмас бос кеңістік бар еді, бала сүю арманы. Жанар дәрігер, Ерлан инженер. Екеуі де өз мамандықтарын сүйіп істейді. 10 жылдан астам уақыт бойы түрлі емделу жолдарын, емханаларды, дәрігерлерді аралады. Тіпті шетелге де барды. Бірақ әр сәтсіз үміт олардың жүрегіндегі жараны тереңдете берді. Ақыры, бала асырап алу туралы шешім қабылдады. Бұл біздің тағдырымыз шығар, деді Жанар бір күні көзінен жас тамып тұрып. Бәлкім, біз бір жетім балаға ата-ана болу үшін жаралған шығармыз. Ерлан үнсіз басын изеді. Ішкі жан дүниесі де осы шешімге баяғыда келіп қойған. Олар құжат жинап, балалар үйіне өтініш берді. Көп кешікпей қала сыртындағы Мейірім атты балалар үйіне жолдама алды. Бір жексенбіде таңертең ерте машинасына отырып, жолға шықты. Балалар үйі сұр қабырғалы, ескі ғимарат. Бірақ ішіне кіргенде қуаныш пен үміттің, сағыныш пен жалғыздықтың ерекше иісі сезілді. Директор ханым оларды жылы қарсы алды. Құжаттарын қарап отырып, бізде 3 жастағы Әлихан деген бала бар. Көңілі өте таза, бірақ тым тұйық. Ешкімге сенбейді. Бірақ жақсы адамдар кездессе ашылар, деді бір сәт ойланып. Жанар мен Ерлан бірден келісе кетті. Олар Әлиханды алғаш көрген сәтте жүректерінде бір діріл пайда болды. Қара торы, үлкен көзді, жұқалтаң баланың түрі тым мұңды еді. Ол үлкен терезенің алдында жалғыз отыр. Қолында жартысы сынып қалған ойыншық мәшинесі. Жанар жайлап қасына келіп отырды. Сенің атың кім? Деді жай ғана. Бала ештеңе демеді. Тек көзін көтеріп ұзақ қарады. Менің атым Жанар. Мына кісі Ерлан ағаң. Біз сенімен танысуға келдік. Бала тағы үнсіз. Бұл мәшина сенікі ме? Деді Ерлан, баланың қолындағы ойыншықты көрсетіп. Әлихан сәл ғана басын изеді. Дауысы шықпады. Бірақ көзінде бір жылт еткен қызығушылық пайда болды. Ерлан қалтасынан кішкентай көлігін шығарып, баланың алдына қойды. Мынаны саған әкелдік. Екеуі жарыссын ба? Деді күліп. Бала көлікті қолына алып, бір сәт қарады да бірінші рет жымиғандай болды. Сол сәтте Жанардың көзінен тағы жас ышып кетті. Ол жас қуаныштың, үміттің, табылған байланыстың жасы еді. Осы таныстықтан кейін бірнеше апта бойы Жанар мен Ерлан балалар үйіне жиі барып тұрды. Олар Әлиханмен уақыт өткізіп, сенімін жаулап алуға тырысты. Бір күні бала Жанардың құшағына өз еркімен келіп құшақтап алды. Сол сәттен бастап бәрі өзгерді. Асырап алу процесі басталды. Құжаттар, сараптамалар, интервьюлар. Бірақ күтпеген кедергілер де пайда бола бастады. Бір күндері директор оларға қоңырау шалды. Кешіріңіздер, бірақ баланың биологиялық анасы тірі екені анықталды. Жақында іздеп келген. Жанар мен Ерлан төбелерінен жай түскендей болды. Не? Ол енді не істемек? Онда неге тастап кетті онда? Деді Ерлан ашуланып. Әзірге нақты мәлімет жоқ. Бірақ заң бойынша анасы баланы қайтаруға құқылы. Біз сот шешімін күтуіміз керек. Осы сәттен бастап Ерлан мен Жанар үшін нағыз күрес басталды. Әлиханды жоғалтып алу қорқынышы, күмән мен үміт араласқан күндер. Бірақ бір жұмбақ нәрсе бар еді, бұл әйел неге дәл қазір келді? Неліктен 3 жылдан кейін ғана баласын іздеп отыр? Жанар өздігінен зерттеуді бастады. Бір танысы арқылы әйелдің аты жөнін, тұрғылықты мекенін анықтап, жеке жолығып көрмек болды. Бұл әйел кім? Шын анасы ма, әлде өз пайдасы үшін келген бе? Жанардың жүрегі тыныш таппады. Ол өмірінде бірінші рет біреудің баласы үшін емес, жүрегінің баласы үшін күреспек болды. Әлихан өз қаны емес, бірақ жанмен байланып қалған перзенті еді. Құшағына алғаш кіріп, иығына басын қойған сол сәттен ақ ол баланың жүрегіндегі жараны сезді. Директордан алынған мәліметтер бойынша баланың анасы Динара есімді әйел. Жасы 28-де. Көптеген қиын өмір жолын басынан өткерген.
3 жыл бұрын нәрестесін перзентханадан шыққан соң балалар үйіне тастап кеткен. Ресми түрде бас тартпаған, бірақ бірде-бір рет іздеп келмеген. Жақында ғана келіп, баласының суретін көрсетіп көруді сұраған. Неге дәл қазір келді? Деп ойлады Жанар. Неліктен 3 жыл бойы іздемеді? Әлде біреулер мәжбүрледі ме? Ерлан алғашында қарсы болды. Не істейсің ол әйелмен? Қауіпті болуы мүмкін. Біздің ісіміз баланы қорғау. Заң бізбен жұмыс істейді. Жай күтейік. Бірақ Жанар көнбеді. Мен тек шындықты білгім келеді. Шешімді сосын қабылдаймыз. Көп ұзамай, Жанар жалғыз өзі Алматының шет жағындағы кішкентай жатақханалар аумағына барды. Динара осы жерде тұрады екен. Кішкене есікті қағып еді, бірден ашылды. Қаратыры, арықтау келген, көзі шаршаған, бірақ мұңға тұнған жас әйел қарсы алды. Кешіріңіз. Сіз Динарасыз ба? Мен Жанармын. Сіздің балаңызды, Алиханды, асырап алуға ниеттеніп жүрміз. Динара бір сәт таңырқап қалды. Бірақ бір түрлі сабырмен кіріңіз деді жай ғана. Пәтер ішінде ешқандай жылылық жоқ. Қабырғалар сұр, ыдыстар аз, киім-кешек жинаулы. Бұл өмірден қажыған әйелдің мекені. Біраз үнсіздіктен соң Динара сөз бастады, білесіз бе? Мен оны тастаған жоқпын. Мен оны аман сақтап қалдым. Жанар бір сәтте не дерін білмей қалды. Қалай? Мен Алиханды жалғыз босандым. Оның әкесі үйленген үлкен бір кісі. Ол мені бір күнде тастап кетті. Менің жұмысым жоқ, ақша жоқ, отбасымда қол үзген. Баланы қиналып өсіргеннен гөрі бір жақсы адам тауып, аман қалсын дедім. Өзім тірі қалсам, бір күні барам деп уәде еттім өз-өзіме. Бірақ өмірмен ойлағандай болмай шықты. Жанар көзіне жас алды. Сіз енді не қалайсыз? Динара көзін төмен салды. Мен оны жақсы көремін. Бірақ сізбен бәсекелесуге келген жоқпын. Мен тек бір рет құшағыма басқым келеді. Оның жақсы жерде екенін білгім келеді. Мен шын анасы болуға лайық емеспін. Сол күні Жанар үйге оралғанда, Ерлан оның жүзіне қарап бәрін түсінді. Сен оған сендің бе? Деді ол. Иә. Оның көзі жалған айтып тұрған жоқ. Мен оның орнында болсам, не істейтінімді білмеймін. Бірақ бір нәрсені түсіндім, баланың жүрегі тек біздік емес. Ол да бір шешім жасауы керек. Сот процесі басталды. Динара ресми түрде аналық құқығынан бас тартатынын мәлімдеді. Бірақ соңғы шарт қойды, мен оны бір рет көруім керек. Қоштасу үшін. Сот бұл өтінішті қабылдады. Сол күн жақындағанда Жанардың жүрегі алай-дүлей болды. Ерлан да үнсіз, бірақ алаңдаулы. Олар Алиханға бәрін түсіндіріп көрді. Бүгін сенің анаң келеді. Сені көруге. Алихан үндемеді. Көздері бақырайып терезеге қарады. Сосын жай ғана, анам сендер емессіңдер ме? Деді. Жанардың жүрегі езіліп кетті. Біз сені жақсы көретін адамдармыз. Бірақ сенің жарық дүниеге әкелген анаң бар. Ол сені тек бір рет көргісі келеді. Кездесу залына кішкентай Алиханды алып келді. Ол қолында өзінің сүйікті көлігін ұстап алған. Есіктен Динара кірді. Қолдары дірілдеп, көздері жасқа толы. Бала бір сәт қарап тұрды. Динара тізерлеп көз жастарын тоқтата алмай, кешірші, балам. Мен сені тастамадым. Мен сені аман қалдыру үшін кеттім. Деді. Бала үндемеді. Кездесу ұзаққа созылмады. Динара оның маңдайынан сүйіп, артқа бұрылды. Бірақ шықпай тұрып, артына бір қарап, ол сіздердікі енді. Сіздер оған махаббатты бергенсіздер. Мен тек жарық дүниеде бір сәт оны көріп кеткім келді. Деді де есіктен шығып кетті. Көп ұзамай сот шешімі шықты. Жанар мен Ерлан Алиханды ресми түрде асырап алды. Жаздың соңғы күнде олар балақаймен бірге жаңа үйге көшті. Алиханның бөлмесі түрлі түсті, ішінде қорап-қорап ойыншық, кітаптар. Бірақ бір бұрышында сары конверт тұр. Ол Динара қалдырған хат.
Балам, мені кешір. Сен енді бақытты болуға тиіссің. Бұл адамдар сені жақсы көреді. Әрдайым жанында болады. Сен менің өмірімдегі ең таза сәтсің. Махаббатпен, анаң. Күз келді. Әлихан балабақшаға баруды бастады. Жанар мен Ерлан жұмысқа барған сайын оны құшақтап шығарып салады. Кешке үшеуі бірге кешкі ас ішеді, кітап оқиды, күледі. Бір күні Әлихан ойыннан шаршап келгенде, «Мама, папа, мен сендерді жақсы көрем» деді. Сол сәт бар үміт, күрес, күмән мен көз жастың нәтижесі. Олар шын мәнінде бір-бірін тапқан үш жүрек болды.